Сәлем достар, сіздермен мен Нұрбек. Мен сіздерге қалай шахмат үйренгенімді айтамын. Мен кішкентай кезімде қарындасымның үйінде компьютерден шахмат ойнаушы едік. Сол кезде мен основной базовый навыктарын үйреніп алғам. Бірақ кішкентайымда мен түсінбедім, неге король бұлай жүреді или бұлай жүреді, неге полностью жүре алмайды деп. Бірақ осы 2019 жылында мен шахмат үйірмесіне келдім, сол кезде ағайым маған түсіндірді. Маған шахматтың ұнауы, бұда шахматта оған тактика керек. Даже ең бірінші ойнаған адам жақсы ойнап кетуі мүмкін. Бұл жерде зрение мен сосын логика өте қажет, өйткені адам түсіну керек, мен бұлай жүрсем ол қалай жүреді екен деп, и сосын ойынның анализін істеу керек. 9 құмалақта бұдан расчет істеу керек. Мен мынадан алсам, өзімдікіне түспей ма дегендей. Сіздермен болған мен Нұрбек, сау болыңыздар.